жаман болып жатыр екен, бірақ біздің образымыз күшті болып тұр да. У меня доча тоже стильная, да? Всем привет, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Біздер сол жүрген, кеше вообще история түсірген жоқпыз. Кеше негізі демалдық, я. Ойбай, не есік ашып береді, мен джентльмен көрдіңдер ғой. Кеше деген демалдық, үйде деген. Косметологқа барғаннан кейін үйге барып демалу керек болды. Ұйықтадық, вообще история түсірген жоқпыз. Қазір Аққалаға келдік. Мен бүгін образымды қараңдаршы. Чики-чики болып тұрмын ғой. Луиз бен Луиз болып тұрмын ғой. Кім келатыр? Сол айтып атқанмын ғой, аяғым сүртіп жүр деп. Постоянно айтамын, аяғым. Мен айтамын ғой, постоянно тап-таза киетін аяқ киімін да. А мен новый кезде тек қана бүйтіп жүрем. Содан кейін бір апта өткеннен кейін, 2 айдан кейін кетесің ғой былай. Мен енді аяқ киімге вау емеспін. Таза өйтіп қатты қарамайды екем. Аяғын жалай береді. Ашым солай, күндерін сәтті өтсін. Бізде бүгін шаруа көп болып тұр. Мобилға көрсіміз арай, кстати, мобилға көрсіміз. Бұйырса 8-нен бастап бізбен бірге жүзетін болады. Қолы босамай жатыр. Пока что өзіміз түсіруге придется. Да, Жан? Біздің оқырмандарымыз не таң атты біздермен палатаға түсуге. Жақсы көресіңдер ма? Кімді қарайсың? Мені ма? Елдарды ма? Екеулеріңізді. Жан, бізге не тілейсің? Бақыт. Жан, рахмет. Неге келтірген, жандарым. Давайте фотоға ма? В общем, біздер парфюмайға, парфюм алуға келдік. Алдында дейтін самолетке отырғанда парфюмді өткізбейтін шығар деп қидырып алып едім ғой өзімдікін. Құйып алдым да флаконға. Енді ол сияқтан алайын деп жатырмын. Смело өтіп кеттік самолеттен. Өткізе береді екен ғой, кстати. Может, Қытай болғасын ба екен. В общем, осы жердің парфюмдері жақсы. Аққалада, бірінші этажда парфюмай. Прям иістері стойкий, күшті прям. Постоянно Ақтауда болған кезде осы жерден аламын. Қазір өзіме керегін таңдап алам. Жігітімді өзіне алайын деп тұр аудим. Блин, Делина. Самый күшті иіс қой Делина деген. Қыздар, қазір күшті иістерді айтатын болам сендерге. Қыздарики, прям парфюмнен жалпы енді айтады, женская энергияның жоғары болып жүрсін десеңіз, парфюм сеуіп жүру керек қыздар. Парфюм болғанда да оның неше түрлі иісі бар. Қазір сіздерге топовый 5 женская энергияны көтеретін күшті иістерді айтатын болам. Оның біріншісі Делина. Делинаның иісі прям енді супер, прям күшті. Мына жерге келіп қарасаңыздар болады, прям оригинал, стойкий иістері. Прям енді Делинаның иісі прям күшті. Андай қатты холодный да емес, қатты сладкий да емес, орташа. Мен өзім сондай иістерді жақсы көрем. И бұл женская энергияны қатты көтереді. Келіп қарасаңыздар, именно осы Pink скриншоттап алыңыздар. Ой, Делинаны. И Pink Secret тоже күшті. Мынаның иісі енді өзімнің парфюм ғой, білесіздер ғой. Victoria's Secret, Pink Secret мен өзім себетінім. Жаман жақсы көрем. Осы Эдар осы иіске сынды ғой кәдімгідей. Осын тоже скриндап алыңыздар, тоже күшті иіс, богатый прям. Мынаның шлейф қалдырады, кәдімгі адам өтіп барады. Pink екеуі де бірдей иіс, в принципе, біреу болмаса біреуін таңдай берсеңіздер болады. Біреу Secret Pink, біреу Victoria. Болмаса біреуін таңдай берсеңіздер болады. Біреу Secret Pink, біреу Victoria Secret. И тағы да иіс ол Kilian. Kilianның иісі тоже күшті. Прям тоже богатый иіс, но более көктемге жақсы келеді. Көктемге, қысқа более жақсы келеді да. Но енді холодный ұнататындар болады ғой, более холодный. Соларға Kilian, Kismet өте жақсы. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сол жұмыстармен ең шығып атқанбыз. Бұйыртса бүгін біраз қызық история салайын деп тұрмын. Кеше мен біраз жерге шықпадым, кеше бірақ история салдым. Кеше клиникаға барып едім бетін тазалауға. Жұмысым сол ғана болды кеше. Бүгін енді қызықты история болады, жіберіп алмаңыздар. Жақсы, сәттілік сіздерге. В общем, достар, мен жаным ерекше болып тұрды. Американец. Өзіме қатты ұнайды осыны естіген. Аяқымен подсветка. Өзгеше бөлек болып тұрсың ғой, бөлек.
Сенің қасында видео жайнап отырмын. Айбау, қасында жүрсең Ашып келеді. есікті ашып. Менің білесіздер ме достар, жай ғана өмірлік күйеу емес, жай ғана есікті ашып тұру үшін сол үшін іздепті да мені сөйтіп. Енді еркек емессің ба? Қасында еркегің бар кезде мен қалай есікті ашамын? Айтшы маған. Не затында? Мына бар да, ана қыз ше, ана қыз. Енді зат? Ана көрсетші неңді. Телефон көрсетші, обой. Не обой соқпау? Вот она. Мен жақсы көреді екен қатты. Осындай ел Жоқ, жақсы болмаса көрмеймін, мен. просто үйленіп жатырмын. Мен жақсы көрмеймін. Үшін достар, әйеліне төке алуға келді, қандаппен четкий сөзін болмайтын қатты. Өзі таңдап берді. Айтпаймын ондай. Мен сурет видео салсам, біреулер бар да, монтаж деп ойлайтын, жаңағыда аздырып алды, солай жасап қойды, или бұрынғы видеосын суреттерін толқып қойды деп. Мен сіздерге осылайынан көрсетейін, жаңағы көргендеріңізде кәдімгідей айырмашылық бар. И маған үйдегі қыздар да қайда асып бара жатсың, қай бара дымың қалмай бара жатыр деп айтып жатады. И маған дәл осы кездегі салмағым ұнайды. Білмеймін, басқаға қалай, менің өзіме ұнайды. Мен өзімді жеңіл сезінемін. Мен өзім қалаған киімдерімді кие аламын. Көбісі айтады, сен ой ашық киінетін болыпсың деп. Өйткені бір жыл бұрын менің фигурам оған киген жоқ. Менің өзімнің фигурам жақсы көрмегеннен кейін мен кие алмадым. Ал қазір өзіме ұнаймын, и мен сол үшін де өзім қазір кие аламын. Скоро туалетке де бірге кіретін шығармыз. Үйдің емес, басқа туалеттерге де бірге кіретін шығармыз. Садикке келдік. Маған жүгірмейді. Папасына жүгіреді өзі. Кешін балажан баласы, конечно, мен не? Жаным. Жаным. Маған айтқандай. Оқырман келген ғой бұл үшін достар. Жоқ, мынауыңды. Сенімді ма? Мен жандарым, мен оқырмандарым. Ақа жақсы сау.